Дарынды бала әлемі. Дана қыз. Баяғыда бір жайлауда Еділбай есімді бай болыпты. Оның 3 ұлы болған екен. 2 үлкенін үйлендірген, ал енді кенжесі Жандәулеттің кезегі келіп тұр. Дербес өмір пайымдылық пен айлакерлік қажет етеді. Сондықтан Еділбай ұлын сынау үшін базарға 40 ешкі апарып, оларды сатпай, 40 аршын шыт сатып алып әкелуді бұйырды. Жандәулет көп ойланып, ұзақ толғанса да, әкесі берген тапсырманы орындайтын амал таппады. Қалаға ешкі отарымен ымырт түскенде жеткен Жандәулет бір кедей қазақтың үйіне түнейді. Кешкі асын ішіп отырғанда, ол әкесінің тапсырмасы туралы мұңайып отырып, баяндап берді. Қожайынның сұлу қызы оны тыңдап, «Мұның оңай ғой, текелердің мүйізін кесіп, сату керек, ақшасына шыт сатып аласың», деп шешімін айтып берді. Жандәулет дәл солай жасады. Бірақ әкесі ұлының мәселені өзі шешкеніне сенбей, бұл істің қалай болғанын біліп алды. Зердесіз еркекке ақылды әйел керек деп ойлаған Еділбай қалың малын молынан беріп, дана қызбен ұлының тойын тойлады. Біраз уақыт өте Еділбай қалаға жиналды. Кетер алдында келіндерінен қандай сыйлық алғысы келетіндерін сұрап алды. Үлкені ішкі қабырғалары айнамен қапталған сандық сұрады. Ортаншысы оюы әдемі кілем сұрады. Ал кішісі: «Маған сыйлықтың қажеті жоқ. Бір ғана өтінішім бар. Мына дорбаны өзіңізбен ала жүріңіз. Ішінде не бар екеніне қарамай, қайта келсеңіз болды», деп Еділбайдың қолына бір қарапайым дорбаны ұстатты. Еділбай таңғалса да, келінінің дорбасын иығына ілді. Қаладағы шаруаларын бітіріп, кері қайтқанда, дорбаның ішіндегісіне деген қызығушылығы қозған Еділбай ашып қараса, ішінде тек кәрі-жіліктің ақ сүйектері ғана екен. Кенже келініне қатты ашуланып, сүйектерді жан-жаққа лақтырып тастады. Көп ұзамай Еділбайға қарақшылар шабуыл жасады. Тұтқынға түскен соң, Еділбай өз құны үшін 60 кәрі және 70 жас түйе төлеймін деді. Бұған қарақшылар келісіп, керуенді босатуға сөз берді. Түйелерді алуға қарақшылар ауылға бара жатқан кезде, басшылары Еділбайдан: «Сендерді аңдып жүргенімізге көп болды. Алдымен 41 адам едіңдер. Күшіміз жетпес еді. Сонан соң сен жалғыз қалдың. 40 сарбазың қайда кетті?» деп сұрады. Сонда ғана Еділбай дорба ішіндегі сүйектер сиқырлы екенін түсінді. Қарақшылар ауылға тұтқын құнын алуға келгенде, кенже келіні жас және кәрі түйелер туралы тұспалды түсініп қойды. Ол 60 ақсақалды жинап, құнын төлемей 70 жігіт жіберілсін деп шешті. Осылай қыздың данагөйлігінің арқасында Еділбай құтқарылып, қарақшылар тобы талқандалған болатын. Адам ақылымен бай, жер дақылымен бай. Дарынды бала әлемі.